Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағын бастайық. Бүгін біз жаңа әріппен, жаңа дыбыспен танысамыз. Ол үшін бірінші мына бір суретке қарайықшы. Біз суретте не көріп тұрмыз? Бұл ненің суреті? Дұрыс айтасыңдар, ол нан. Ас атасы нан деген мақалды білесіңдер ме? Жақсы, енді балалар, бұл жерде нан деген н дыбысынан басталып тұр. Сонда бүгін біз өтетініміз н дыбысы және әрпі. Н әрпінің мынау баспа түрі. Яғни кітапта н әрпі осылай жазылады. Енді балалар, кәне н әрпінің жазба түрін жазып көрейік. Ал дайынбыз ба? Қолға қаламсабымызды ұстаймыз. Н әрпін жазамыз. Бірінші бас әрпі. Ирек сызық сызамыз, төмен қарай түзу сызық, қайырамыз, жоғары қарай сызық және төмен қарай сызық қып қайырамыз. Бұл бас әрпі. Енді кіші әрпі төмен қарай бір түзу сызық, ортасынан қысқа бір сызық және тағы да жоғарыдан төмен қарай түзу сызық. Бұл кіші әрпі. Ал қайталап жазып көрейік. Бірінші бас әрпі, ирек сызық сызамыз, төмен қарай түзу сызық, жоғары қарай және қайырамыз. Енді кіші әрпі төмен қарай бір түзу сызық, ортасынан қысқа сызық және тағы да жоғарыдан төмен қарай бір қысқа сызық. Жақсы, енді балалар, дәптерге жазып болсақ, ауаға жазып көрейік. Ауаға жазамыз. Бірінші бас әрпін, ирек сызық сызамыз, төмен қарай түзу сызық, қайттан қайырамыз, жоғары қарай сызық және жоғарыдан төмен қарай түзу сызық. Өте жақсы. Кіші әрпін жазайық. Төмен қарай бір түзу сызық, ортасынан қысқа сызық және тағы да жоғарыдан төмен қарай бір сызық. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Енді кәне н дыбысын айтып көрейікші. Ал н. Қайталаймыз. Н. Балалар, мен созып айттым ба н дыбысын? Жоқ, қысқа айттым. Сонда н дыбысы қандай дыбыс? Дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс. Дұрыс айтасыңдар. Сондықтан мен н әрпін көк түспен жаздым. Н дыбысы дауыссыз. Енді бар, н дыбысы және әрпі қандай сөздерде және сөздің қай бөлігінде кездесетінін анықтайық. Ол үшін мына бір суреттерге қарайық. Бірінші суретте бар, не көріп тұрмыз? Бұл қандай жеміс? Анар. Дұрыс таптыңдар. Анар деген сөзде н сөздің ортасында. Енді кәне анар деген сөзді дыбыстық талдау жасайық. Бірінші бізде а дыбысы, яғни дауысты дыбыс. Келесі н. Дауыссыз дыбыс. Бүгінгі біздің өтіп жатқан дыбысымыз н. Дауыссыз. А-нар. Тағы да а дыбысы. Және соңында қандай дыбыс естіп тұрмыз балалар? Р. Өте жақсы. Ол да дауыссыз дыбыс. Неше дыбыс бар екен? 4. Неше әріп бар екен? 4 әріп. А-нар. Неше буын бар? 2 буын бар. Өте жақсы. Келесі бізде айна. Айна. Н дыбысы және әрпі сөздің ортасында келіп тұр. Айна. Бірінші әрпі дауысты. И дауыссыз дыбыс. Ай-н. Дауыссыз дыбыс. Және соңында тағы да а дыбысы. Айна. Балалар, қарайықшы. Айна деген сөзде неше дауысты дыбыс бар? 2. Сонда неше буын бар екен? 2 буын бар. Өте жақсы. Енді келесі бізде бұл ненің суреті? Моншақ. Дұрыс таптыңдар. Қыздар моншақ таққанды жақсы көреді. Енді балалар,
Моншақ деген сөзде де н дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Бірінші бізде м дыбысы естіліп тұр. М дауыссыз дыбыс. Сондықтан көк түспен белгілеймін. Моншақ. Мыдан кейін о дауысты дыбыс. Қызыл түспен белгілеймін. Н дауыссыз дыбыс. Көк түспен белгілеймін. Ш дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс. Қ дыбысымен аяқталып тұр. Ол дауыссыз дыбыс. Енді балалар, моншақ деген сөзде неше дыбыс бар? Барлығын санайықшы. 6 дыбыс бар екен. Сонда неше әріп бар? 6 әріп. Ал неше дауысты дыбыс бар? 1, 2. 2 дауысты дыбыс бар. Сонда неше буын? 2 буын бар. Кәне бөліп көрейік буынға. Моншақ. Дұрыс таптыңдар. Енді балалар, сендер н дыбысымен және әріпімен таныстыңдар. Н дыбысын айталамыз. Н әрпін жазаласыңдар. Және н әрпі бар сөздерді де білесіңдер. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгін өте жақсы жұмыс істедіңдер. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңдар.